Кәсіпкерлер палатасының ауданымыздағы филиалы осы жылдың ақпан айынан қызмет көрсете бастады. Осы мерзім аралығында палатаға 83 кәсіпкер түрлі шағымдармен барған. Олардың қатарында жер мәселесі, құжат түгендеу мен несие алудағы кедергілер бар. Бұл кәсіпкерлердің барлығында мәселесін шешуге тырыстық дейді аудандық кәсіпкерлер палатасының директоры. Созақ аудандық мүгедектер қоғамдық бірлестігі бар. Сол ғимарат дауы болды. Сол даумен осыншама жылдың басынан дауласып келе жатқан, соны біз бітімгершілік есебіне аудан әкімі мен облыс әкіміне, облыстағы басшыларым шықты. Сөйтіп қазіргі жағдайда ол бізге үлкен алғысын айтып, хат жолдап облыстағы басшыларымызға. Қазіргі жағдайда ол мүгедектер қоғамдық бірлестігі жақсы жұмыстарын орнына қойып жұмыс істеп жатыр қазір. Ашылғалы бері біз салық басқармасынан стат бөлімінен барлық кәсіпкерлердің тіркелген тізімін алып база құрдық. Ол жерде 2700 барлық кәсіпкерлік субъектісімен айналысатын кәсіпкерлер болса, оның ішіне 619 шаруа қожалықтары, 1600 жеке кәсіпкер, заңды тұлғалар 483 заңды тұлғалар болып тіркелген. Қазір сол мекемелердің барлығымен дерлік біз толық байланыстамыз. Ал қазір палата қызметкерлер кәсіпкерлерге жаңа қызмет түрін ұсынуда. Бухгалтерлік және салықтық есеп, статистикалық есептілік, кедендік рәсімдер, менеджмент жүйесін ендіру, заң қызметі, маркетинг мәселелері, ақпараттық технологиялар және мемлекеттік сатып алу мен ұлттық компаниялардың және жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алумен байланысты көрсетілетін қызметтерге тегін кеңес берілуде. 20-20 бағдарламасы бойынша бұл негізгі біздің ұстанып отырған саясат, мемлекеттің саясаты бұл өзіміздің ішкі өнімді өндіру. Кәсіпкерлердің өнімдерін өзіміздің рынокқа шығару. Мысалы, сырттан келген заттың емес, осы основной өзіміздің заттарды шығару. Ал сол үшін ол заттарды шығару үшін өндіріп жатқан өнімді. Қазір көп нәрсенің өзі өндіріліп жатқан заттардың стандарттары жоқ, сертификаттау қағаздары жоқ. Конечно, осы жаққа жарамайды. Сондықтан енді осы нені келе, жаңа көшіре түзеледі дейді, ол көрініп не ғана кейін бар, тәжірибеден білінгеннен кейін барып, осыны қолдау жүргізді, осындай отқанын енді шамамыз келгенше консультация беріп, келген кәсіпкерлерге, мысалы жаңа IT бойынша қандай, мысалы интернетке қалай жұмыс істеуге, кәсіпорынның, мысалы дара кәсіпкердің сайт визиткасын ашып беру. Ол сайт визитка деген өздеріңіз білесіздер, ол компьютердегі, бүкіл интернет жүйесіндегі ол реклама. Көп зат мысалы шетелден келеді. Мысалы өзіміздің іргелес жатқан Өзбекстаннан келеді, Қырғызстаннан келеді, мысалы кішігірім сауда-саттық жасап жатқан адамдар бар. Өзінің адам өнімдерін өткізіп, ары қарай өткізетіні бар, бері қарай ақ білетіні бар. Сол жағын, ол жағында да жаңа кедендік процедуралар қалай өткізу керек, қалай жасау керек. Солар бойынша консультациялар береміз, қызметтер көрсетеміз. Осы уақыт аралығында кәсіпкерлік палатасынан 155 аудан тұрғыны осы қызмет түрлері бойынша кеңес алып үлгерген. Палата қызметкерлері бұл көрсеткішпен шектеліп қалмақ емес, себебі шағын және орта бизнесті дамытушы кәсіпкерлердің сауаттылығы артқан сайын кәсіпкерлік саласы дами түсетіні анық. Шәудір Жұмабай, Бауыржан Сиябеков, Созақ ТВ телеарнасының жаңалықтар қызметі.